Бүгін 21 март күні Татарстанда 1992 жылда референдум өткен. Ол референдумда төп сұрау болып, Татарстанның толық құқықлы башқа иллерден тегіс дәрежеде элемтелер булдырылып, бил болуына ризамысыз деп шулай айтып сұрау болды. Көбісінше халық 60%-тан көбірек әйе деп жауап берді. Шундан башлап Татарстан өзінің кері дәулетшілігін қайтарылған күн болып тұра енді. Бүгін күнде қызғанша қаршы дәулет бұл күн ұнытып бара, бір қайда еске алмай, бірнеше ай іштірмей, бұл бір ойлап қарасам, шүндей зор дата, аны зорақ дәрежеде іштіра керек. Қарасақ, нәуізіне қазір іштіра башладылар енді. Тек референдум ұнытылып келер. Бұл акция білен біз халыққа еске түсіре тілейміз. Бүгінгі күн турында халық ойлансын деп, менде күн екен бұл деп қайбір кішілерге шулай аңылтта кетеміз нені күн екенін біліп, өзіміздің халық білерге тиіс. Шулай бұл біздің жетекшілерімізге шілтеде болып тұра. Алар іштірмейлер, біз іштірамыз. Үмітләнем келешекте алар уянырлар һәм бұл бәйрәмгә дә тиешле дәрәҗәдә игътибар бирә башлар дип үмітләнәбез. Бұл байракта бер ягында Татарстан байлары, икенче ягында Алтын Орда байлары булуының сәбәбе ул чөнки без Татарстанда, бүгенге Татарстанны Алтын Орда дәүләтенең варисы дип саныйбыз, дәвамчысы дип. Чөнки ул вакытта татарлар Алтын Орданың төп халкы булган, төп тел булган татар теле. Шулай бүгінгі күнде Татарстан Алтын Орданың дәвамчысы ролен ойнай, devam ete. Men Türkiye'den geldim. Munda Altın Orda Devleti bayrağı var. Munda Tatarstan. Men yaratam Tatarları, men tuttum, gururlandım.